Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, әрі жасалу жолда өте оңай, үйдегі бар заттармен ғана дайындалатын, таразыны, миксерді қажет етпейтін, кереметтей миксерсіз де көтерілетін, әрі жұмсақ 12 қасық пирогын әзірлейміз. Пирогымызды әзірлеу үшін ең алдымен ыдысымызды аламыз. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқамыздың үстінен 12 қасық шекерімізді өлшеп қосамыз. Осылай шекерімді 12 қасық өлшеп жұмыртқамыздың үстінен қосып, венчигімізбен жақсылап қолымызбен араластырамыз. Массамыз сәл ұлғайып көтеріледі. Осылай жақсылап шекерім ерігенше жұмыртқа екеуін араластырып алдым. Енді үстінен 12 қасық сүтімізді қосамыз. Осылай сүтімді қосып, жақсылап тағы да араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алдым. Енді үстінен өсімдік майын, сұйық майымызды қосамыз. Бұны да 12 қасық қып өлшеп аламыз. Осылай сұйық майымызды қосып, жақсылап тестамызды араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алдым. Енді 12 қасық ұнымызды өлшеп аламыз. Ұнымыздың үстінен 10 грамм разрыхлителімізді қосып, ұнымыз бен разрыхлителімізді алдын ала жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алып, ұнымыздың барлығын бірден қоспай, мен 6 қасығын бірінші қосып, тестамызға салып, бірден жақсылап араластырып алдық. Түйіршіктер қап кетпесін. Осылай ұнымызды бөліп қосамыз. Осылай ұнымызды қосып, енді қалған ұнымызды да салып, тестамызды бір келкі болғанша түйіршіктер қалып кетпеу қажет. Осылай жақсылап араластырамыз. Осы кезде пешімізді қыздыруға қойып қоямыз. Осылай жақсылап араластырып алдық. Тестамыз дайын. Енді формамызды аламыз. Формамыздың астына пергамент қағазымызды төсеп, дайындап алған тестамызды формамызға құямыз. Тестамыз сұйықтау болады. Қызып тұрған пешімізде 160 градуста 30 минутта пісіп шығады. Үйдегі пештеріңізге қарайсыздар градусын. Менде 160 градуста 30 минутта пісіп шықты. Өте биік болып шығады. Пирогымыз піскесін, толықтай суығасын барып, формамыздан шығарамыз. Осылай формамыздан шығарар уақытта жіңішке пышағымен шет-шетін осылай ажыратып алып, формамыздан пирогымызды шығардық. Өте биік болып шығады. Бұл пирогты бисквит ретінде пайдалансаңыздар болады. Ортасын бөліп, крем жағып. Осымен кереметтей 12 қасық пирогымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазіргі демалыс уақытында балдарымызға жасап берсеңіздер, өте дәмді әрі ұнатады. Осылай биік әрі жұмсақ болып шығады пирогымыз. Сіздермен бірге болған Таңжарқын.